Іленің аққысы. Ақылы данадай, жүрісі баладай, бабына келіп отырған қырандай, қимылы тез, 30 жанары саған жалт қарағанда көзіңді еріксіз тайдыратын орта бойлы, қара торы жүзді, шымыр денелі. Осы бір азамат өз ортасында өнегеден өрнек құратындай әсер қалдырып келеді. Қазақ айтатын жауырыны қақпақтай. Осы бір жігіт төресі мені өзіне отты жырлармен баурап алған еді. Адам баласының ғұмыры өнерге құрылып, өмір кешулері өнегемен өрілсе, ол ең аңғарлы дарынды адам емей немене. Мен сөз өткелі отырған журналист, ақын, әуесқой сазгер, бір қанша атақтың иесі Шынәділ Мұқанұлы. Сұлу табиғаты тұнып тұрған қазақ еліне әйгілі Іле өзенінің жағасында 1950 жылы дүниеге келген, сонда есейген. Осы бір азаматты туған кезінде әкесі ырымдап, ұлымның атын Шынәділ қоямын деп айтқан екен. Ондағы мақсаты балам әуелі шыншыл, одан кейін әділ болсын дегені сияқты. Шынәділ әкесі қойған атына заты сай, шыншыл әрі қара қылды қақ жаратын әділ азамат болып өсті. Шынәділ Мұқанұлы көптен бері менің ойымда жүрсе де, кезігудің сәті бір түспей қойған еді. 2025 жылы сәуір айының 9-шы жұлдызы. Телефоным чыр ете түскен соң, трубканы көтерсем, ар жағынан ақын Аман хабарласып тұр екен. Құнеке, 11 сәуір Шынәділ Мұқанұлы 2 кітабының тұсаукесерін өткізгелі жатыр. Соған өзіңді арнаулы шақырып отыр деді. Мен жолы болар жігіттің жеңгес алдынан шығады деген осы екен ғой. Іздегенге сұраған болғаны май деп қуанып қалдым. Алматы облысына қарасты Бердібек Соқпақбаев атындағы кітапхана шап-шағын болғаныменен екі қабатты, қабырғалары өнегелі адамдардың суреттеріне толы, адамды өзіне баурай беретін бір керемет орта болып шықты. Бұл кітапхананың ішіндегі сөреде кітаптар қай бөлмеге түссеңде сіресіп тұр. Ондағы кітаптарға сәл аялдап едім. Ол жерден ғылыми, тарихи, әдеби кітаптардың не түрін кездестіретініне көзім жетті. 11 сәуір сағат 3-те Шынәділ кітаптарының тұсаукесері басталып та кетті. Мен қанша ұмтылсам да Шынәділ мырзаменен сұхбаттасуға уақыт жар бермеді. Кітапхананың жиын залында Шынәділ Мұқанды құттықтап келгендер көп болды. Соның ішінде біраз тұлғаларға көзім түсті. Атақты жазушы, Азаттық радиосында
festivalданған Зобалаң дастанының авторы, Қазақстан Жазушылар Одағының басқарма мүшесі, халықаралық ЮНЕСКО сыйлығының лауреаты, қазақ журналистикасының қайраткері, қазақ телеаудиториясының ардагері, ақын, қоғам қайраткері Жұмаш Кенебай Көкбөрі келіпті. Оның Көкбөрі деген атының өзі бір хикаят екенін кейін барып білдім. Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, ақын, жазушы, журналист, сыншы, халықаралық Бейімбет Майлин атындағы сыйлықтың лауреаты Болат Құрманғазыұлыны көріп қалдым. Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Болат Шәрәқымбай, ақын, жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстанның құрметті азаматы, Шу ауданының еңбек сіңірген қайраткері Шәуенов Аман Әліпұлы. Сонымен қоса Қазақстан Жазушылар Одағы Алматы облысы филиалының төрағасы, жазушы Ержан Тоқтар және Алматы облыстық әмбебап кітапханалар директоры Ғания Сіләмбай қызы, баспагер Сержан, ақын, сазгер Әлібек, сондай-ақ ақынның жерлестері, достары, ауылдас таныстары, тағы басқа ақынның өлеңдерін сүйіп оқитын біраз азаматтардан келіпті. Кітап тұсаукесері бола сала Шынәділ Жұмаш сөз алып, өзін ұлықтап келгендерге алғысын айтты. Шынәділдің өмірінде 13 кітабы жарық көріпті. Бұл 13 кітап қаншалаған зерде менен энергияға толы екенін өздеріңіз бағамдай беріңіздер. Бұл ретке 2 кітаптың бірі Балқашым Қамал түбегім, екіншісі Қырбастың қызылы деген атпен шығыпты. Шынәділ Мұқан Балқашым Қамал түбегім деген кітабында туған жерге деген махаббатын айқын бейнелеген. Кітапта өлеңдер, естеліктер, очерктер, әдеби таныстырулар, тарихи деректер көптеп кіргізіліпті. Ақынның отанына жасаған ортасына, туған жеріне деген сандаған өлеңдері өрнектелген. Ақынның қысқа ғұмыр деген мына бір өлеңінде қиял әлем түбіне жете алмаған, өкінішпен өте дау кешек арман, енді ғана танылған талай талан, қалдырып қара жерде кете барған деп, адам өмірінің қамшының сабындай қысқа, асыл арман әдірәм қалып, бір күні жер бетінен жоғалатыны әдемі берілген. Шынәділ ақын осы кітабында
ойшы деген бір өлеңінде шыққан екен баяғы байы да сөз қылатын жақсылығын жайы бар. Жаны жомарт жандар өткен осында қарасатын қара халық жайына деп ел өмірінде ізгі жандардың өнегелі өмірін жырға арқау еткен. Ал бұл жолғы тұсау кесілген Қырбастың қызылы кітабында табиғат сырлары, өмір қағиғаттары, адам өмірінің шын байлауы, махаббатты көп жырлайды. Мысалы, Қырбастың қызылы деген өлеңінде жүргендей қарашада сызылып біз, аяқтап үлгірмей-ақ қызығын көз, желтоқсанның желкеге мінгені сол, ауа райы енді күрт бұзылыпты деп. Желтоқсандағы бұзылған ауа райын айтады. Айтады да кітабының атын желтоқсанның 4-ші болатын Қырбастың қызылы деген амал атыменен атайды. Бұл кітапта табиғат, өмір өзектеріменен қоса махаббат тақырыбы көптеп қойылған. Оның ғашықтық деген өлеңінде көңілімді мазалаумен күн өтті, мазасыздық көңілімді жүдетті, өткен шақтың тәтті елесі сияқты қалып қойған көкірегім қалып қойған төкпірінде жүректің деп жастықтың жалынды сәттерін қимастықпен еске алады. Кітаптың тұсаукесерінде сол өңірдегі мектепте әдебиетке әуес бір топ оқушыда келіпті. Арада Шынадыл ақынға арналған сөздер сөйленді. Ақынның құрметіне ақын жазушы Құнанбай Бәйженұлы бастаған 5-6 адам ақынды құттықтап, иығына шапан жапса, Болат Құрманғажы жаңадан баспадан шыққан сиясы кеппеген бірнеше кітабын ақынға тарту етті. Ақын Шынадыл Мұқанның өзі сөзін және музыкасын шығарған бірнеше әнін Ақши ауылы мәдениет үйінің әншісі Ғылымжан Жеңіс пен әдемі әуезді бір ару шырқағанда шағын зығал әуен ырғағыменен тербелді. Я, Шынадыл Мұқан мырза, қазақ жігітке 8 өнерді аздық етеді демекші, алдағы күндерде халқыңа бергеніңнен берерің көп болсын. Әдебиет аспанда қанатың талмай, қалықтай бер демекшіміз. Құрметпен Құнанбай Бәйженұлы. 2025 жылы 13 сәуір Қаскелең қаласы.